Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Бүгінгі видео жалпы сәлем социал медиа хостингіне тиесілі Шекер, Сәке, Сержан Братан және Пацанский история сериалдарының негізгі ұқсастықтары туралы айтатын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыздар. Сіздерге міндетті түрде ұнауы тиіс. Қолдау ретінде жай ғана лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бүгінгі видеоны бастаймыз. Жалпы мұндағы 4 сериалдың негізгі ұқсастықтарының бірі ол әрине ондағы персонаждар, әсіресе полиция қызметкерлерінің ұқсас тұстарын байқадым. Бүгінгі видеода Сәлемнің 4 негізгі сериалы туралы айтатын боламыз. Оған Сәке, Сержан Братан, Шекер және де Пацанский история сериалдарының оларды Сәлемнен басқа қандай ұқсас тұстары бар екендігін айтатын боламыз. Бірінші Сәке сериал. Сәке сериал қазіргі таңдағы әкімдердің ақшаны қалай жейтіндігі туралы көрсетілген, алайда ондағы негізгі персонаж полиция қызметкерлері болып есептелмейді. Бірақ ондағы полиция қызметкерінің негізгі жұмысын қарасаңыздар, ондағы Қанат ағаның заңсыз іс-әрекеттеріне полиция қызметкерлерінің көз жұмып қарау және де Қанат аға қаланың дәл ортасында казино ашып қойса да оған полиция қызметкерлерінің ешқандай да оған қарсы іс-әрекет жасамауы ол әрине жемқорлықтың негізгі бейнесі болып есептеледі. Екінші полиция қызметкерлерінің тағы да бір көзге түскен жері ол әрине азамат тексеріс жасау кезінде полиция қызметкерлерінің бизнесмендерге кедергі жасайтындығы туралы айтты және де бизнесмендер полиция қызметкерлерінің көмек сұраған кезде полиция қызметкерлері міндетті түрде оған тегін қызмет етпейтіндігі туралы, яғни ақша сұрайтындығы туралы айтылған болатын. Бұл аталған екі жағдай Сәке сериалының 2 сериясында көрсетілген, олар 8-ші және де 10-ші серияларында. Көрмегендер болса міндетті түрде қарап шығыңыздар, сонда түсінетін боласыздар. Екінші аталдайтын сериал бізде Пацанский история сериалы. Пацанский история сериалының соңғы серияларын барлықтарыңыз көрген шығарсыздар. Онда криминалды әлемдегі авторитетті көрсете бастайды. Солардың бірі Ринат және де Олег. Рио компьютерлік клубынан бөлек онда заңсыз автоматтар, заңсыз казино және де сонымен қатар бақсада заңсыз іс-әрекеттерді олар өте қатты Алматы қаласында дамытып жүргендігі көрсетіледі және сонымен қатар олардың осындай заңсыз іс-әрекеттеріне Амантай майор қызметінде көз жұмып қарағандығы және де Ринат пен Олегтің Амантайға қалай ақша беріп жатқандығы туралы көрсетіледі. Және де осы сцена алдыңғы серияларда да қайталанған болған. Яғни бұл деп отқанымыз полиция қызметкерлерінің жемқор екендігін көрсетіп тұр. Үшінші талдайтын сериал ол бізде Шекер сериалы. Ондағы полиция қызметкерін Шарипов Серік, яғни Шакенти орындайды. Шакенти өзінің рөлін өте жоғарғы деңгейде алып шыққан, онымен барлықтарыңыз келісесіздер деген ойдамын. Және де ол осындай заңсыз іс-әрекеттер арқылы Алдиярдан қалай ақша алып жатқандығын барлықтарыңыз көрген шығарсыздар. Алдияр ол Қазақстанда болмайтын есірткі саудасымен айналысатын бала және де соны тұтқындаудың орнына одан 5 миллион алғандығы туралы көрсетіледі. Яғни мұнда да полиция қызметкерлерінің жемқорлығы туралы көрсетілген. Төртінші сериал барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шыққан және де барлығына ұнаған сериалдардың бірі ол әрине Сержан Братан сериалы. Сержан Братан сериалында салтанаттың жезөкшелікпен айналысқан қылмыскерлерді бірнеше рет тұтқындаса да оның бастығы басқа нәрсемен айналысуға үгіттейтіндігі, яғни оны басқа бағытқа бұрғандығы туралы айтылады. Алайда Салтанат оларды тұтқындай отырып, олардың бастығына ұнамай қалады және де оның бастығы Салтанатты өлтіруге тапсырыс бергендігі барлықтарыңыз көрген шығарсыздар. Және де олар Салтанатты ату кезінде ол қызметкердің дұрыс жұмыс жасамайтындығы туралы Сержан Братан өзіне айтқан болатын. Және де ол қылмыскерлерді Сержан Братан өзі тауып алғандығын көрем және де қылмыскердің басшысы полиция қызметкері келген кезде онымен қалай сөйлескендігін барлықтарыңыз көрді деген ойдамын. Көрмегендер болса Сержан Братан сериалының 12-ші сериясын қарап шығыңыздар және де подполковник мырзаға қылмыскерлердің басшысы саған белгілі бір көлемде ақша төлендік және де сен бізді крышевать ету керек едің деген мағынада сөздер айтылады. Және де әрбір айтылған подполковниктің сөздерін Ержан Вайнес барлығын видео түсіріп алғандығын аңғарамыз. Қылмыскерлердің айтылған сөздері бойынша қылмыскердің басшысы осы подполковник мырзаға ақша төлеп отырған белгілі бір деңгейде және де олардың осы уақытқа дейін жасаған барлық жезөкшелік және де тағы да басқа заңсыз іс-әрекеттерін осы подполковник мырза өтірік жасырын түрде жасырып отырғандығы туралы айтылады. Және сериалдың соңында 2 жылдан кейінгі уақытты көрсетеді және де сол подполковник мырзаның шенін, яғни дәрежесін немесе званиесін Салтанаттың алып отқандығын көреміз. Ол әрине сол подполковник мырзаның сотталып немесе басқа да бір жағдайларға түсіп қалғандығын аңғартады және де Салтанаттың жаңа деңгейге көтерілгендігін көрсетеді. Жалпы барлық мұндағы айтылған персонаждар, яғни полиция қызметкерлерінің жемқор екендігі туралы көрсетілген. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл біздің қоғам туралы айтылған бе, әлде сценаристердің барлығы бірдей деңгейде ойлауы ма?
сіздер міндетті түрде комментарийға өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Одан бөлек пацанский история және де шекер сериалындағы полиция қызметкерлерінің өлімі өте ұқсас жағдай. Оған мысал пацанский история сериясындағы Амантайдың Ринатпен бір-бірін атып өлтіруі және де шекер сериалында Шакентиді Алдиярдың өлтіріп кетуі ұқсас жағдайлар. Және де бұл екі сериалдың автор сценаристері бір адам болғандықтан солай болды деген ойдамын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Осылайша бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге видео міндетті түрде ұнады деген ойдамын. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.